Биыл елімізде білім мекемелері басшыларын ротациялау жұмыстары жүргізілуде. Осыған сәйкес, Шымкент қаласы бойынша жалпы саны 113 бірінші басшы ротациялауға жатады. Олардың 49-ы мектепке дейінгі мекеме басшылары болса, 64-і мектеп директорлары болып табылады. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің 2021 жылғы 11 қарашадағы мемлекеттік білім беру ұйымдарының бірінші басшыларын ротациялауды жүргізу қағидалары туралы нөмірі 559 бұйрығы бар. Аталған бұйрықтың талаптарына сәйкес ротациялау кезеңіне арнайы комиссия құрамын бекіту негізделген. Оған білім басқармасының әдістемелік кабинеттің басқарма бөлімдерінің мамандары, білім беру саласындағы қоғамдық бірлестіктер және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері кіреді. Ал ротациялауға бірінші басшының бір білім беру ұйымдарындағы лауазымында болуға рұқсат етілген ең ұзақ мерзімі 7 жылдан аспауы тиіс. Сонымен арнайы жасақталған комиссияның отырысы өтіп, онда жалпы саны 70-ке жуық бірінші басшы ротациялау тәртібімен орын алмастырды. Жалпы сіздердің қолдарыңызға берілген білім және ғылым министрлігінің 559 бұйрығы қолдарыңызда тұр. Осы бұйрықтың аясында, бұйрықтың ішінде арнайы мемлекеттік білім беру ұйымдарының бірінші басшыларын ротациялауды жүргізу қағидалары бекітілген. Бүгінгі жүргізілетін комиссия жұмысы, атқарылатын жұмыстар арнайы қағиданың негізінде өткізілетін болады. Жалпы осы жиынның алдында қағидамен сіздерді қысқа нұсқа таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Жалпы осы ротациялауды өткізу үшін бірінші кезекте кадр қызметі осы ротациялауға жататын бірінші басшылардың тізімін жылына қарай, еңбек өтіліне қарай іріктейді. Ол жұмысты бізде осы білім басқармасының ішінде, кадр бөлімінің ішінде басқарманың басынан жоспарында осы кісі толығымен, осы 113 басшыны толығымен іріктеп, туған күні айы жылына дейін 100%-ға қарап шықты. Сонымен қатар, енді осы ротациялаудың тізімі жыл сайын 90-ның соңғы айының 13 күннен кешіктірілмей жасалады дейді. Негізі ротациялаудың өзі әр жыл 90-нан тұрады. Бірінші 90 қаңтар, ақпан, наурыз, екінші 90 сәуір, мамыр, маусым айынан тұрады. Яғни осы бірінші 90-да біз март айында 46 бірінші басшыны ротациялаудан өткіздік. Бүгінгі таңда олар өздерінің жұмыстарын атқарып жатыр. Енді осы талаптарға сәйкес соңғы айы 13 күннен кешіктірмесін дегендіктен, екінші 90-ның соңғы айы, яғни екінші 90 маусым айының 10 маусымы күні осы тізімдерді толығымен іріктеп қарауға ұсынылды. Екінші, тізім жасалғаннан кейін кадр қызметі 15 жұмыс күн ішінде делінген. Ұлттық білім беру деректер базасынан алынған 83-ші бұйрықпен бекітілген бірінші басшының тиімділігінің көрсеткіштері бойынша есептілікті қалыптастырады делінген. Осыған байланысты білім басқармасына қарасты бірінші білім беру ұйымдарының бізде білім басқармасының жанында ұлттық деректер қоры бар, арнайы базасы бар. Оның ішінде мекемеге тиесілі құжаттамалардың барлығы жазылған, бірінші басшыға да тиесілі мәліметтер толығымен жазылған. Сондықтан да біз бірінші басшылардың тиімділігін, қандай мектепте жұмыс істейді, қандай бағытта жұмыс істейді, осыған тиімділігін ұлттық деректер базасынан алдық. Ұлттық деректер базасының ішінде салынбаған, бұл жерде тағы да алтын белгі, түрлі мұғалімдердің сайысқа түскен жарыстарының қорытындысы НОБД базасында іріктелмеген, оны арнайы әдістемелік кабинеттен алдық. Яғни осы жұмысты ұйымдастыруды және міне осы жерде бақылаушы ретінде білім басқармасының жанындағы дарын орталығы бар. Яғни осы жұмысты ұйымдастырып жүргізіп отырған дарын орталығынан толық құжаттамалары алынды. Бірінші басшының қызмет тиімділігі дегеніміз не? Ол жерге не жатады? Бірінші кезекте басқарып отырған білім беру ұйымдарының оқушының саны, біліктілік арттыру курстан өткен педагогтардың үлесі, өткен жылмен салыстырғанда қосымша білім берумен қамтылған оқушылардың, тәрбиеленушілердің ұлғаюы немесе мәліметтері, алтын белгі иегерлерінің саны, колледжға оқуға түлектердің, колледждарға жоғары оқу орындарында оқуға түскен түлектердің үлесі, облыстық республикалық олимпиадалық конкурстың жеңімпаздары, бірінші басшының менеджмент саласына біліктілікті арттыру курсынан өту сертификаты, оқу әдістемелік кеңес бекіткен бірінші басшының басшылығымен әзірленген бағдарлама оқу әдістемелік кешендердің, әдістемелік ұсынымдардың, әдістемелік құралдардың болуы, бірінші басшының инновациялық және эксперименттік қызметінің қолданылуы, 10-шы білім беру ұйымдары педагогтардың жалпы санын алғанда жоғары кәсіптік білімі бар педагогтардың үлесі,
ғылыми дәрежесі бар педагогтардың үлесі, білім беру ұйымдарындағы педагогтардың жалпы санын алғанда педагог зерттеуші, педагог шебер біліктілік санаттары бар педагогтардың үлесі, кәсіби шеберлік конкурсының жеңімпаздары, жүлдегерлері. Осы 13 пункт бойынша НОБД базасынан деректемелер жиналды. Өте көп деректеме, қазір қажет болғанда жеке-жеке үлкейтіп, ұлғайтып сіздердің алдарыңызда көрсететін боламыз. Және осы қағиданың 7-ші тармағына сәйкес тиімділік көрсеткіш деп тұр. Ақпарат болмаған жағдайда кадр қызметі жұмыс күн ішінде білім ұйымдарынан электронды ала алады делінген, бірақ бізге оның қажеттілігі болмады. Біз олимпиада мен жаңағы мұғалімдердің жетістігін арнайы орталықтардан алдырдық. Келесі, кадр қызметі есепті қалыптастырғаннан кейін бірінші басшыға электрондық портфолияны қалыптастырады делінген. 4-5 шілде күндері заң талаптарын сақтай отырып, кадр қызметі осы құжаттамаларды актісімен комиссияға бүгінгі қарауына жіберіп отыр. Жалпы, енді комиссияның қарауын бүгін осы комиссия 15 жұмыс күн ішінде делінген. Яғни, осы 1 маусым мен 15 маусымның аралығында жұмыс күн ішінде кадр қызметі ұсынған әрбір басшы бойынша портфолия қарайды, шешімдердің бірін қабылдайды. Бүгін осы портфолиямыз, бүгін осы 15 күннің ішінде делгендіктен, бүгін осы комиссияны құрып отырмыз. Ол жерде басшылар арасындағы ротациялауды өткізу туралы, немесе ротациялауды тоқтату туралы, яғни қызметін тоқтаттыру туралы, немесе қабылданған шешімді осы 2 ғана шешім қабылданады. Және сонымен бірге қабылданған шешім 7 жұмыс күн ішінде кадр қызметіне жіберіледі. Келесі, комиссия шешімі бірінші басшының портфолиясын комиссияның қарауын ескере отырып, лауазымды тағайындаған күннен бастап, осы ұйымдардағы лауазымдарға 7 және одан да көп жылда қызметкер бірінші басшылар ротацияға жатады делінген. Бірінші басшының білім беру ұйымындағы лауазымында болуға рұқсат етілген ең ұзақ мерзім 7 жылдан аспайды деп қағидада нақты көрсетілген. Менің қазір сіздерде оқытылған қағидам осы талаптарын білім министрлігінің белгіленген қағидасын оқып отырмын. 7 жылдан аспайды деп нақты көрсетіп отыр. 7 және одан да көп жыл қызметте болған бірінші басшылар ротациялауға жатады делінген. 4 жылдан асқан 7 жылға дейінгі бірінші басшылар ротацияланамын десе, өздерінің өтінішінің негізінде олардың да құжаттары қаралады. Дәл сондай біз бүгін 4 бірінші басшының құжатын ертерек қарап отырмыз. Осы комиссияға ұсынды. Жалпы 67 болатын, 46-сы бұрын өтіп қойған, 67 болатын, одан бөлек 4-еуі 4 жылдан асқан бүгін өздерін ертерек ротациялануға ұсыныс беріп, өз еріктерімен бүгін комиссияға құжаттарын ұсынды. Жалпы 5 жылға дейін ауыстыру, ертеңгі күні комиссияның ұсынысы білім ұйымдарының басшыларына электронды почтамен үйлеріне немесе жұмыс орындарына жіберіледі. Ол кісілердің ішінде 30 күннің ішінде өздерінің жұмыстарына тағайындалады. Егер комиссияның шешімімен келіспеген жағдайда жұмыс орнынан босатылады. Заң талаптарында солай жазылған. Яғни көнсе ротациялауға жіберіледі. Жалпы осы ауыстыру тәртібімен тағайындау туралы акті шығарылады. Жалпы енді комиссияның құрамына тоқталатын болсақ, бүгін комиссияның құрамын алдарыңызға ұсынып отырмын. Жалпы комиссияның құрамы, комиссия 5 адамнан дейді. Осы жерде комиссияның мүшелігіне 5 адамды белгілеген. Бірінші, комиссия мүшелерінің ішінен сайлаған төрағадан тұрады. Қазір бірінші мен комиссияның мүшелерін оқып өтейін, одан кейін барып біз комиссияның төрағасын осы жерде сайлаймыз. Кім комиссия төрағасы болып өткізеді? Комиссия құрамына облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, білім басқармасынан отырмын. Әдістемелік кабинеттің басшысы Меруерт Асқарбекқызы отыр. Аудандық және осы білім басқармасындағы білім бөлімдерінің, білім оқу тәрбие бөлімінің басшысы Дәрбаева Гүлнар отыр. Және бөлімдерінің білім беру саласындағы бұқаралық ақпарат құралдарының қоғамдық бірлестіктерінің өкілі. Бұл жерде қоғамдыққа Қазақстан салалық білім және ғылым қызметкерінің кәсіптік одағының қалалық ұйымы қоғамдық бірлестігінің төрайымының орынбасары Ващенко Валентина Максимовнаны қостық. Яғни осы жерде солай жазылған. Сондықтан біз біреуін 5 адамнан ғана деп шектеп қойыпты қағидаттың ішінде. Сондықтан біз 5 адамға тоқталдық. Ары қарай, оның ішінде бақ өкілдерінен комиссияның хатшысы ақпарат құралдарының, бұқаралық ақпарат құралдарының деген оған Шымкент қаласындағы
Шымкент ақпарат орталығы жеке шаруашылық серіктестігінің директоры, Панорама Шымкента, Шымкент келбеті газетінің редакторы Орынбаев Нұрбол Әртіземұлы сізді ұсындық. Осы комиссияға өзіңізді ұсындыңыз, келісіміңізбен. Бұл жерде Валентина Максимовна да өз келісімімен осында комиссия мүшесі болды. Мелетбекова Меруерт Асқарбекқызы басқарманың қызметкері емес, әдістемелік кабинет болғандықтан өз келісімімен рұқсатын берді. Жалпы бұл жерде комиссияны қосқанда 5 адамнан делінген, бұл жерде хатшыны қоспағанда деген. Хатшы кадр бөлімінің маманы Айткүл Асқаровна, Оспанова Айткүл Асқаровна осында отыр. Бұл кісі хатшы болады. Жалпы сонымен қатар бүгін біз сіздерді де осы жұмыстың саласында кәсіподақ ұйымының төрағалары бар, біздің Шымкент қаласында бірнеше кәсіподақтар бар, одан бөлек қоғамдық ұйымдар бар, және одан бөлек осы дарын кабинеттері бар, одан бөлек біздің арамыздағы жаңағы адалдық алаңы бар, осы саланың қызметкерлерін бақылаушы ретінде осында шақырып отырмыз. Құрметті комиссия, осы жиынға қатысушылар, бүгінгі біздің жиынымыз толығымен тікелей эфирде YouTube каналында жүктелуде. Әрқайсыңыздың осындағы жұмыстарымыз, қатысқандарымыз, берілген сараптама жұмыстары барлығы YouTube каналдарында түсіріліп тікелей эфирден көре аласыздар. Жалпы құрметті комиссия мүшелері, енді осы жерде бізде 5 адамнан делінген, 5 адамнан біз комиссия мүшелері болып отырмыз. Енді біз ішімізден осы комиссия төрағасын сайлауымыз керек. Кімді комиссия төрағалығына ұсынасыздар? Мен осы жерде енді әрқайсыңыздың пікірлеріңізді тыңдағым келеді. Осы жерде Меруерт Асқарбекқызы, мен сізді комиссияның төрағасы болуға ұсынамын. Сіздің пікіріңіз? Басқарма басшысы ретінде не себепті? Бұл барлық осы уақытқа дейін жасаған осы директорлардың жұмыстарының барлығы толыққан сіздің алдыңызда барлық көрінді. Әскерге тұрғыдан ғана мен бір жақты сондықтан бұл жерде сіздің орныңыз төрағалық болды. Жақсы. Гүлнара Тұртыбаева, сіздің пікіріңіз қандай? Комиссия төрағасы ретінде Жантас өзіңізді ұсынамын. Меруерт Асқарбекованың пікірімен келісемін. Өйткені мектептің бірінші басшылары болған екен, бұл жерде оқу процесі ғана олар жетістіктер ғана емес, бұл жерде бөлінген қаржылар, тағы да басқа материалдық техникалық базалары бар. Сол себепті жетіп ақпаратты тек қана сіз бере аласыз, сол себепті мен сіз ұсынамын. Жақсы. Сіздің ұсынысыңыз? Тәжірибелі маман ретінде мен де сізді ұсынамын. Өйткені салада сіздің өзіңіз болған дұрыс. Мы считаем, что вы лучше всех справитесь с этими обязанностями, потому что знаете все тонкости, и каждого руководителя, который сегодня представлен для ротации, конечно, вы знаете от и до. Ендеше дауыс басылды. Бірауыздан ба?